Оқушылар, сәлеметсіңдер. Бүгін мен сендерге екі таңбалы санды бір таңбалы санға көбейтудің ең оңай тиімді жолын көрсетемін. Екі таңбалы санымыз бірдей сан болу керек. Мысалы 22. Екеуі бірдей сан болу керек. Бірлігі де ондығы да. 33, 44, 55 деп алайық. Осыларды көбейтеміз. Кез келген бір таңбалы санға. Мысалға 7 деп алайын. Мынаны 4 деп алсақ болады. Мынаны 6 деп алайық. Мынаны 5 деп алып көрейік. Енді тексереміз. Кез келген бірдей екі саны бірдей екі таңбалы санмен бір таңбалы санды көбейтудің жолы. Енді шығарған кезде мына санның бірлігін келесі бір таңбалы санға көбейткенде қанша шығады? 14 пе? Осы 14-ті арасын сәл алшақ қылып жазамыз. Келесі осы мына шыққан 14 арасына бір сан сиятындай етіп қалдырдық. Енді осы екеуін қосқанда қанша шығады? 1-ге 4 қосқанда 5 шығады. Яғни бұдан 154 деген сан шықты. Енді осыны көз жеткізіп тексеріп көрейік, баған түрінде жазып, 22 көбейтеміз 7. 7-дегі 2 қанша? 14. 4 түсіп 1 ойда. 7-дегі 2 14, ойдағымен 15. Қандай сан шықты? 154 шықты ма? Шықты. Келесіге кетеміз. 3-дегі 4-ім 12. Екеуін қосқанда 3. Келесі 4-дегі 6-ым 24, екеуін қосқанда 6. Келесі санды сен шығарып көр. Қалай шығарасың? Және қанша шықты астына комментарийға жазып кет.